16 қаңтарда Тина Канделаки телеграм арнасында Қазақстан мемлекеттік деңгейінде біртіндеп орыс тілін шектетіп жатыр деп жазды. Оның ойынша біз тәуелсіз Қазақстан теміржол станциясын қазақшаға өзгерте алмайды екенбіз. Тарихи атауларды қалдырып орыс тіліне құрмет көрсету керекпіз. Бұл әрекетімізді Канделаки ханым бүркеніп жасалған шешімге бағалап, болашақта үлкен қауіп әкеледі деді. Канделакидің бұл посты қоғамда қызу талқыға түсіп, танымал тұлғалар пікір білдірді. Ал Қазақстан сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі ондай сөздер кешірілмейді деді. Канделаки Қазақстанға келе қоймас, келсе де кіре алмайтынын кесіп айтты. Тіпті Қазақстанда тұратын орыс ұлтының өкілдері Канделакиге жауап берді. Түрлі жауаптардан кейін Канделаки тағы бір пост шығарып, қазақстандықтардың өткенін ұмытып бара жатқанын айтты. Сондай-ақ Борат, Қаңтар оқиғасы және Шарль де Голль көшесі туралы сөз қозғады. Ал біз осы посттарға логикалық талдау жасап, қоғам санасын қалай бұрмалап жатқанын айтпақпыз. Біріншіден, атауы өзгеретін 16 теміржол станциясының тек 5-еуі ғана орысша транскрипциядан қазақшаға ауысады. Бұл туралы Қазақстан Республикасының көлік министрлігі ашық талқылауға ұсынған. Ал Канделаки бұл жаңалықты орыс тілін шеттетудің дәлелі ретінде қабылдады. Бәлкім тапсырыс па әлде басқасы ма ниетін нақты біле алмаймыз. Себебі бұған дейінде мемлекеттік дума депутаты Федоров пен экспертсымақ Драбницкий де Қазақстан тарапына бірнеше араңдату мәлімдемесін жасаған. Екіншіден, Канделаки экологикалық қате жіберіп отыр. Қалай дейсіздер ғой? Алғашқысы домино эффектісі деп аталады. Яғни ешбір дәлелсіз бір оқиға немесе шешімнен соң арты жағымсыз нәтижеге апаратынын болжау. Бұл жерде Канделакидің логикасына сүйенсек, атауларын қазақшаға өзгерту Қазақстандағы орыс тіліне тыйым салуға әкелетін бастапқы шешім екен. Бірақ бұлай ойлауға негіз жоқ. Екінші логикалық қате, әлсіз аналогия деп аталады. Бұл жерде белгілі бір оқиғалардың ұқсастығын пайдаланып, екі объект арасында салыстыру жасаған. Яғни, Балтық елдері де басында осындай әрекеттер арқылы орыс тіліне шектеу қойған деп салыстыру арқылы Қазақстанды да еш негізсіз күнәлау. Бұл мәлімдемелері арқылы Канделакидің бір өзі бәрін жазып ұйымдастырғанын байқауға болады. Екінші постына қарайтын болсақ, Канделаки қазақтар арасында көп қолданатын мәңгүрт сөз мен халықаралық аренадағы қара пиарымыз Боратты мысалға келтірген. Одан бөлек, қазақстандықтардың тарихты аяқ асты етуі туралы айтылған сөзі қызық болып тұр. Бұл жерде автор өз сөзіне өзі қарсы шығады. Себебі бірінші постында Канделаки станциялардың атын өзгерткенде мемлекет тарихпен бүркеніп отыр деп айтқан еді. Сонда қазақтар тарихты аяқ асты етті ме, әлде тарихпен бүркеніп отыр ма? Бұл жерде риторикалық сұрақ туындайды. Келесі логикалық қате Қаңтар оқиғасындағы ОДКБ әскерінің Қазақстанға кіруі жайында болды. Қаңтар оқиғасын Канделаки ханым Қазақстан ел ретінде жоғалып кете жаздады деп бағалап келіп, құтқарған көршіңе рахметін осыма дегендей месседж қалдырды. Біріншіден, Қаңтар оқиғасында Қазақстан қиын жағдайда болса да, мемлекет ретінде жоғалып кетуі мүмкін деп айтуға келмейді. Себебі мемлекеттің жоғалып кетуі үшін талай процесті бастан өткеру керек. Екіншіден, ОДКБ-ға ресми түрде 6 мемлекеттің әскері кіреді, ал Канделаки бұл көмекті тек Ресей жасады деп басқа мемлекеттің әскери күшін жоққа шығарып отыр. Бұл дегеніміз үлкен қате. Қорытындылап айтсақ, бұл мәлімдеме де осыған дейін Қазақстан туралы айтқан мәлімдемелерге ұқсас, сол баяғы жалған ақпарат пен логикалық құйтырқылық және эмоционалды манипуляция басымырақ. Қазақта жақсы сөз бар ғой. Ит үреді, керуен көшет дейді. Біздің мақсатымыз кез келген дүниеге алаңдай бермей, ғылым мен білімге болашағымызды бағыттап, тәуелсіздігімізді одан әрі нығайта беру керекпіз. Ал сіз Канделакидің мәлімдемесі туралы не ойлайсыз? Бұндай мәлімдемелер қаншалықты қауіпті? Пікіріңізді комментке жаза кетіңіз. Видеоны бөлісіп, каналға тіркеліңіз. Шындыққа сіздің де таласыңыз бар.